Адамның бас ауруы әртүрлі болады. Кейбір адамның басының арт жағы ауырады, кейбір адамның оң жақ немесе сол жақ шекесі ауырады, кейбір адам төбесі айланып ауырады, кейбір адамның көзімен қосып, мұрнымен қосып тартып ауыратын бас аурулар болады. Осы бас аурудың ерекшелігіне қарай, бас аурудың себебіне қарай басты нүктелермен массаж жасау әдісі де ұқсамайды. Мысалы, сіздің егерде жарты шекеңіз ауыратын болса, онда мына нүктені массаж жасасаңыз болады. Құлақтан жоғары қарай екі елі шойгу деген нүкте, осыны ақырын айландырып массаж жасау керек. Екінші, ол шойгуды екінші массаж жасауда тарап массаж жасау керек. Тарау әдісі. Осындай әдіс арқылы екі жақта да осылай жасағанда бастың қан айналысы жақсартып, жаңағы жарты шеке ауруы, сол сияқты әдістерді емдеуге болады. Басыңыздың арт жағы үнемі ауыратын болса, оның себебі көбінде мойын омыртқалардан болады. Онда біз бастың артындағы осы функшн нүктесін басамыз. Осы функшн нүктесін қатты басып, қойы беру әдісі арқылы функшн нүктесін қаттылай уқалау арқылы бастың қан айналысы жақсартып, мойынның да қан айналысы жақсарып, сіздің басыңыздың ауырғаны басылады. Егер де сізде осындай бас ауруының түрлі белгілері байқалса, онда біздің орталығымызға жазылыңыз, біз нүктелер арқылы емдейміз, әрі иглотерапия арқылы басыңыздың ауруына көмектесеміз.